Сәлем балалар, 3 сынып қазақ тілі. 107 сабақ, 17-20 жаттығулар. 17 жаттығуға назар аудар. Ертегіні оқиық. Ертеде. Бірнеше жыл бұрын су жоғалып кетті. Қарлығаштар шөлден қиналады. Ағаш қурап, гүлдер солып қалады. Шөлдеген торғайлар желден көмек сұрайды, ал жел күнді көмекке шақырады. Күн өзендер мен көлдердегі суларды қатты қыздыра бастайды. Су буға айналып, аспанда бұлт пайда болады. Біраздан соң жаңбыр жауа бастайды. Жер беті жанданып, сала береді. Балалар, мәтінге байланысты сұрақтарға жауап берейік. Су болмағандықтан жер бетінде қандай өзгерістер болды? Су болмаса жер бетінде жан-жануарлар шөлдеп, ағаштар қурап, гүлдер солып қалады екен. Ертегідегі негізгі ойды анықта. Ертегідегі негізгі ой: жердегі су буға айналып, ол қайта жаңбыр болып жауатындығында. Су болмаса не болатынын елестетіп көр және оны айтып бер. Балалар, су болмауы өте қиын жағдай. Егер су болмаса, жер табиғат анамыз көгеріп, гүлденіп, өсіп өнбейді. Ол қурап, қалжырап, жер сары топыраққа айналып кетеді. Ал жан-жануарлар, құстар да сусыздықтан қиналады. Су, бу, жаңбыр, осы үшеуін байланыстырып әңгімеле. Демек, жер бетіндегі үлкен өзендер, көлдер, көлшіктер барлығы күннің қызуының негізінде аспанға бу болып көтеріледі екен. Аспанға көтерілген бу бұлттарды құрайды. Осы бұлттар тола-тола жаңбыр болып жерге себелеп, жаңбыр жауылады екен. Міне, осылайша су, бу, жаңбыр үшеуі өзара байланыста болады екен. 18 жаттығу. Мәтінді көркем жаз. Аспандағы ақша бұлттар бүгін ерекше әдемі. Біз бір топ бала жидекті торғайға бет алдық. Сан алуан құстар сайраған тоғай іші өте көңілді. Сын есімдерді тауып, оларды сын есімнің негізгі немесе туынды түрлеріне ажыратып жазайық. Мәтіндегі негізгі сын есімдер: ақша, әдемі. Өйткені бұл сөздердің түбірі сын есімнен жасалып тұр. Ал мәтіндегі туынды сын есімдер жидекті, көңілді сөздері. Өйткені жидекті сөзінің түбірі жидек, көңілді сөзінің түбірі көңіл. Демек, бұл сөздер зат есім сөз табынан болып, ті-ді жұрнақтар жалғану арқылы сын есімге айналады. Сол себепті де туынды сын есім болып есептеледі. Шығармашылық үзіліс. 19 жаттығу. Мақалды тауып жаз. Бұл бағдарлардан бізге дария жанынан құдық қазба мақалы шығады. 20 жаттығу. Ойлан тап. Кішкентай Дархан көрген нәрсесін айтып, жеткізе алмай тұр. Ішкейге бір құс ұшып кіріп, қайта шығыпты. Дәл соған ұқсайтын құс Сәуле апайдың ауызғы үйіне ия салыпты. Дарханның көргені қай құс? Көмекке кел. Сипаттап көр.
Адамның үйіне ұя салатын жалғыз құс ол әрине қарлығаш. Демек дарханның көрген құсы қарлығаш. Қарлығаштың қанаты ұзын, қара, бауыры ақ, құйрығы екі айыр, арқасы қара болып келеді. Қарлығашты ертеден адамның досы деп санаймыз. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, осы каналға тіркеліп алыңдар.